Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ассамблеяның 34-ші сессиясында мызғымас бірлік пен татулықтың маңызын атап өтіп, бұл жыл ассамблеяның 30 жылдық мерейтойы және бұл бүкіл Қазақстан үшін айтулы тарихи сәт, әр елдің бірлігі мен татулығының айқын көрінісі болмақ деген болатын. Аталған шарада алғаш боп Бөрлі ауданы әкімінің орынбасары Алтай Тоғжанов сөз алып, айтулы күнмен құттықтады. Әрбір этностың мәдениеті мен салт-дәстүрі ортақ қазынамызды байытып, қоғамымыздың дамуына үлкен үлес қосып келеді. Осындай шаралар арқылы біз өзара түсіністік пен татулықты нығайтып, жас ұрпаққа бейбітшілік пен келісімнің мәнін әрдайым жеткіземіз. Ауданымыздағы этномәдени бірлестіктердің жұмысы халықтар достығының жарқын үлгісі. Сіздердің еңбектеріңіз арқылы мәдениетіміз өркендеп, ұлттық құндылықтарымыз сақталып, болашаққа жол тартады. Баршаңызды осы игі шараның ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға табыс, шығармашылық шабыт, жаңа идеялар мен жемісті нәтижелерді тілеймін. Құттықтау сөзден соң әкім орынбасары этно-мәдени бірлестіктер мүшелерін, аудандық достық үй қызметкерлерін, жалпы еңбегі елеулі жандардың еңбегін бағалап, алғыс хаттар табыстап, марапаттады. Шара барысында аталмыш тақырып аясында жыл бойы атқарылған жұмыстар легі тізбектеліп, бейнеролик көрсетілді. Бұл жерде айта кету керек, елімізде ұлт пен ұлыстың басын қосып, бір шаңырақтың астында тату-тәтті отырған, ай сайын түрлі ұлт өкілдерінің мәдениетімен танысып, өзара тіл үйреніп, дәстүр алмасып өмір сүруде достық үйінің ықпалы зор. Сонымен бірге айтулы кешке Батыс Қазақстан облысы әкімдігі қоғамдық даму басқармасына қарасты қоғамдық келісім коммуналдық мекемесінің директоры Нұрғали Досқалиев қатысып сөз сөйлеп, марапатталушылар қатарын толықтырды. Осы күнделікті болып жатқан өмірімізде, тіршілігімізде осы еліміздегі татулықты сақтау жөніндегі шараларымызды тоқтатпауымыз керек. Енді өздеріңіз білесіздер, ассамблеяның биыл мынау 30 жылдық аясында үлкен ауқымды шаралар өткізілді. Сіздерде де үлкен шаралар өтті деп естіп жатырмыз, біліп жатырмыз. Сонымен қатар енді тегін оқу курстары ұйымдастырылған екен, ол да бір үлкен жетістік. Сондықтан осы жердегі ассамблеяның жұмысын жүргізіп отқан біраз азаматтарды марапаттауға жөн көрдік. Соларды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Мереке тағы да құтты болсын, елімізде тыныштық болсын, тек жақсы күндерде кездесейік. Этно-мәдени бірлестіктердің белсенді өкілдері де өз пікірлерімен бөлісті. Мен Мирас қазақ ұлттық орталығының өкілі ретінде марапат алдым, алғыс хат, гүлге ие болдым. Жалпы біздің аудан көп ұлтты екенін білесіздер, көп ұлттар мен ұлыстардың өкілдері тұратын, оның үстіне шекаралық аудан. Сондықтан да мен бұндай шаралардың өте маңызды екенін, аудан тұрғындарына қажет екенін, оның үстіне бүгінгі қойылып жатырған концерттің өзі үлкен рухани ләззат сыйлайтынын айтқым келеді. Шара барысында әртүрлі ұлт өкілдерінің өнерпаздары өз мәдениеттерімен таныстырып, ән-биден шашу шашты. Ұлттық киімдер киіп шыққан өнер ұжымдары көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлап, көп ұлтты Қазақстанның біртұтас рухын бейнеледі. Бұл шара еліміздегі бейбітшілік пен келісімді, ұлтаралық татулықты дәріптеуге арналған маңызды мерекелік кеш болды. Сәлім Меңдібай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.